Arıstanday ayıp attı, büyük olan ahalarım,
арқалап аманатын сәлем сөзді біраз ұмытпайын. Ассалаумағалейкум тойын қағында біздерге сәлем бір ел мамыдасына сақ бола ма? Өздеріңізге қуашқа сөйлетіндік әрине бір басы екі болып, екедің басынан қазіргі төрді болып отқан әдеміздің жастарымыз, иншалла алмастай сипатта жастарымыз бір-біріне мағыналы болсын, бетке ұстар арғы болсын, мәңгілікке бір-бірдің қатар тұтып, адам сүйген жар болсын деп тілесек, өмір тойы, көңіл тойы үйлену бір, мәңгі көктем күйгену, жаңа отаудың қабырғасы қаланып дүниеге тағыдан егілмеген. Неге жастарымыз қазіргі таңда өздеріңізге белгілі бір басы екі болып үлкен отбасын болашаққа аттандырған жайы бар екен, иншалла әрбір қадамдар құтты болсын деп тілек ағайындар. Елімізде жүріп отқан жағдай баршамызға белгілі, сол жағдайға қарамастан бүгін біздің Айдосбай ағамызбенен дінада адамыз аталаштың басы қосып дүбірлетіп мақтасарға жайып, елді жиып бата салайын деп жұртты жиып барша тілегіндегі қабыл алғанға жатқан ағамыз бен жеңгемізге Алланың нұры мәңгі жарсын деп тілек ағайындар. Білесіздер, жақсы сөз жарымыз деген, жақсы сөзді ел жаттар сөзге салмақ бар деген. Бүгін арнайы алмастай сипаттың жастарына қуанышта әдейі көкейімізге түйіп жүрегімізге еліктірген ізгі неміздерді ниеттерімізді бір ынтымақ жарасқан ел болып, бірлігімізді көрсетіп, бүгін қуанышты бір отбасы болып атқарсақ деген едіңіз бір ағайын. Ілгеріде бір атамыз бен апамыз болған ұқсайды. Сөйтсе жаңағы атамыз бен апамызға Алла тағала ең ұлды, ең қызды сүйрелмесе ұқсайды. Жаңағы атамыз бен апамыз күніге Құдайдан жалбарып сұрайды дейді. Ол Құдай-ау, ең болмаса маған нұрын берші, мейлі де естімейін құшағым ақсайын деп. Сонда Құдайымыз атамыз бен апамыздың тілегін құп көріп, мейлі сендерге ұлды берсем берейін, бірақ та өмір жасы ұзақ болмай деп жатса, жаңағы атамыз бен апамыз сонда да келсе кетеді. Мейлі өмір жасы ұзақ болмаса болмасын, азда уақыт болса қысқасын көру деп Құдайдан қолды алыпты. Жаңағы атамыз бен апамыздың шаңырағына мінекей сіздер секілді көп қонақтар келіп, ақтасырған төрінде отырып, жақсы тілекте ақ батадан айтады екен. Қырықтың бірі қыздар, мүмкін бірі уәйдеген секілді, сол көпшіліктің тілегінен Құдайдың берген ұлдың да өмір жасы ұзақ болған екен. Әрде біздің айтпағымыз бүгін осы ақтасырған төрінде отырып, жастарымызға тілеген ақ тілек баталарымыз періштенің құлағына мәңгілікке шалдырып деп тілек ағайын. Ендеше той дегенде баршамыз тойлаймыз ба, жақсылықтың нышанымызды ойлаймыз ба? Бұл күнді алмастай баласын басын еке болып, дүбірлетіп той жасаған Айдос ағамыз бенен Дина ағамызға жақсылықтың бір шапалақ ұрғайын шығарайын. Өздеріңізге белгілі бұл отанға жол бастайтын, алмастай сардарың бар, сөз бастайтын сымбаттай ардағың бар, қосылып отырған қосақ құдай балаларыңыз бар, айдың сашы құдалар, ағайын туыс бауырлар, енді сіздердің қандай армандарыңыз бар деп, бірге мініп бірліктің ақ кемесін өмірінің тарайдан қағажатыр деп, аз ғана уақытымызды бөліп, орнымыздан тұрып, ойынымызды бұрып, қошеметті аямай ұрып, жастарды той-тойды шақырып шығады.
жарайды, сіздердің дәл осылай отырғандарыңызды көріп пайдаланып сіздерге сұрақ қойсам бола ма көпшілік ағайын? Енді бүгін қуанышқа себепкер болып жатқан, бір басы екі болып жатқан Алмас пен Сымбат бақытты болсын ба? Музыка керек жоқ. Дауыстарыңыз мүлдем естілмейді. Алмас пен Сымбат бақытты болсын ба? Екеуі бәріне бірге болсын ба? Құдай қаласа Сымбат келініміздің дені сау болып, көшбандардың ұрпақтары көбейсін ба? Дәл осындай бүгін қуанышқа бір қатты бақ жасқан ел оған қарай ағайындар. Бір жақсы өшіріп істейтін иншалла бүгінгі бір басы екі болып қол ұстасып жатқан жастарымыз бақытты болсын, мәңгілік бірге болсын деп Алладан тілейік. Ендеше бүгін қуанышқа себепкер болып жатқан Алмастай Сымбаттай жастарымызға Алла тағала сезімнің пәктігін берсін, көңілдің ақтығын берсін, жылы отбасыларына сәбидің шаттық үнін берсін, пейілдері тарылмасын, есіктері жабылмасын, шаршап жалғандар көңілінде табыласын, көңілі кеседен сақтасын, көңіл өзегден сақтасын, отбасының еліне сән болсын, өмірдегі бал болсын, ата-бабалардың әруақтары Алмас пен Сымбатқа мәңгілікке жар болсын деген қошеметтер сөз арқылы болмай шығар. Солай болса жастарды көп ұстамай, ойын-күнді қошеметтеп шығарсынlar және. Бақыт болсын.
тәрбие тілегіңіз апаларыңыз қабыл болсын. Әрдайым демек сұрауы болсын, жастардың ақ тілекшісі, ағаларға сол білімшілеріңізді Алла нәсіп қылсын. Енді айтып жатыр, періштенің құлағы 40 күн жаман болса бір ашық деген. Иншалла сол ашық бүгін жастарға тілеген ақ тілек апаларыңыз періштенің құлағына әлемді жалғай берсін тілейік. Ал жасы тілегілер ата әлемі бірі әкеметің өлді дейік. Той құтты болсын деші. İnşallah teyitlikte olsa alamazsın, şahsın bir kendini tüyündüğün koyda olmasın. İnşallah takdir edildiğiniz zaman niyetler olsun, sizlerle şartlarda yıkatına toyunu olacağız depresin. Öyle olsa yolunu ayırmasın, paylaşmanın kollasın, düşmanısın, çatmasın, sırtımızdan bakmasın. Yollarda bir bazı iyi olur, Allah'sın bakmayacağızlarımızda, tüm gözlü, derecemadan, orada insanlar destek alayım. Yeni bugüne akıllı kardeşlerine bulursun, bunlarla istediğiniz yıkılarla siz yapağımızda şahımız sevin varsa gençlere. Allah'a emanet olun.
жатыр. Қайда барсақ та ең бірінші нағаш деген қолды сүйіп отырған ағайын. Бағаласаң, нағашты бағала, қарындашты нағашты жаға деген. Нағашы батырдың нағаштан десек, жақсы тілекте жүндеуге бір топ нағаштарды алды да есімдер жақсы тілекке шақырғаны жөн көріп отырмыз ағайын. Енді білесіздер, қазақта жолаушы мұраты жету, қасым мұраты кету деген. Алайда өз қызықты бауырыңды жұрмалып, өзге жұртқа үйретуге болмасын, оңай соқпайды білеміз. Дегенмен неге құдаларға алма, сымбатты қыздарымыз осы келген жерінде тастай батып солай сіңіп жатса, сіздердің де бұл жақтың да абырғаларыңыздың қызықтарын деп білеміз. Құдайым жастарымыздан қуатты өсін, өмірден бады тәттіға бізден тілесек, ең керемет тілекке кетке, осыдан әрине Айдос ағамыз бен Дина ағамыздың, яғни Алмасты ұлымыздың бір топ нағаштарын жақсы деңгейде шақырғаны жөн көріп отырмыз ағайын. Ендеше Әкімбек Кәмилов бастап келіп жатса, Саттархан Гүлбажар, бұл Сара болса Орынбасар Пернекүл, Ерлан Гүлхан Бақберген Ақтолқын, Нұрғали Гүлназ болса, Береке Ұлан, Ерлан Әсел, Мұхтар Дана Амангүл болса, Жәнібек Зағиба, Әсілбек Саттыгүл, және де Ораз Дариға болса, Қанат Балғаным Ербол Айсұлу, қыз болды Мерабек болса, Гүлмира Дәулет, Жақсыгүл Қали, және де Талғат, Қайрат, Көрген жұбайларыңыз менен Нұрсара Құсбегіл, жалпы нағаштар менің есім ескермеді, атам атамады, түсіп демеңіздер жалпы өз әулеттің Алмас бауырдың көп нағаштары, және де сот нағаштары ортамызға келсеңіздер, жасы нағаштар мейлі көйттер ағайын, жасылығызды, арымызды көрсетіп отырға, тегелеп келсеңіздер нағаштарына. Алған үшін музыка өлең болса болады қазір осы достар кейін. Қалғандар билеме деген достар. Ал қадірмен нағашылар, бүкіл төрелен төрге шыққандар сұрты болсын. Осы төрге башағарымызға жұмысты болсын деп тілесейін. Енді қазақта айтып жатады, ер жігіттің жасы нағашында, столын жердің қасиеті ағашықта деген адамдардың қатықты ешқашан өздірмейтін өздерің секілді нағаға нағашына деп болсақ, ендеше өш бастап, жол бастап, жақсы тілектің тізгінін әдебиет басқасақ, аналарымыздың жолы екен ба? Түп нағаштар. Тойларымыз той боласын деп қазақта айтып жатады. Бүгінде кім күшті, ана күшті, небір патша ананың сүгін ішті, аналарға басын дейін тақсым ет, әлемді күліндірген анасы деген. Ендеше ақ тілеген, ақ баласы жаудырып атырған, аналарымыз бәрі жасасын дегендер, қошеметтеріңіз болса ғана. Той құтты болсын апа. Көтерген ағадауын еңсесі биіктен берік болсын, шаңырақта тек қана бақыт болсын, шаңырақта сәлемін сымбалаған күлкісі естісін, тек қана бақытты болыңдар. Тойда отырған жақсы көршілер шашасаңыздар, тек қана тойда шаша беріңіздер. İnşallah tekrar ediyoruz diyebiliriz. Hamdolsun yerine şöyle televizyonda ostada bakımda almaz odalarımızdan tüm davası gelip otururken de жол ülkenin жасақшы болса да қазақта айтып жатыр алыстан алты жасап ала келсе алыстан шалты сөйлемдер деген жолмен сөйлесек жасап бетіне тәрбие қарай тым нағаштардан өлі деген толық болса Алайын той құтты болсын тұршы қалыңдар.
Тоғы босқалайда келе берсін, жақсы тілектің сіздерге бай. Апа, өзіңіздің жолыңыз бар? Тоғылас ендеше. İnşallah da olsun Allah'ım sen bir mesafetin olsa toydan şiddeti. İnşallah da tileki tilikleri şunu şartlayabiliriz. Ama dost erkenlere abalar kalma. Aba ol. Oynak dostlar toyda olasın. İnşallah arkadaşlar tileki tiliklerimizde internet sağlığı olsun. Özleriniz şapala var, özleriniz tilik ayıp, özleriniz komularınızı götürmeseyizdir. Lafallıkta türlü çok bayılacak açarlar. Arkadaşlarımız tileki geldiğinde ablamda şapala oranlar bayıl olsun bayıllar. Sen sabırsakta alamadın. Ben ilk olarak müdürümüzün davasında şapır bile fatlaşıp kadar. Eğer olsa sabırsakta sabırda sanatlı git. Ve soğuzluk kadar oğuzmadır git. Eğer olsa bu konuşta kanalımızı çoğaltmayın. Бағада болмай қалай. Ана жақсы тілегетті, шағалармен жалғастырайық. Тойғып қосылады. Құрметті әдеге әпшерді тойларымыз құтты болсын, тойласын. Сыда қаласа, сіздердің бәріңіз үйлерінде болсын, үлкен той болсын, шық болсын. Жасық дейін, той дейін бәріңізді. Енді жас бақыт болсын, баян өмір сүрсін, махаббаттар мәңгілік. Үлкен отбасы бола берсін. Тойымыз той болсын. Ağzı derdime жастармен жайсаңдар, әдебиеттің тілегінде жалғай, сонымен бір адам сөйлесе, қалған сөйлесінде болсын, тойғып болсын. Екі адам жарайды сіздер үшін. Almasınız, vakti olsun, sol vakti olsun diye bir dilek de ayrılmışız bu arada yanlar
болса, мен қасында тұрып қалды жылда бірге жүргізілер, керемет сөздер тілеген тілектеріңіз қабыл болсын, аға, әдебиет тілектерін жалғастырайық.
алла разы болсын, қадірлі жастар. Қазір қайтарда жайғасы болайық. Ортамызды бозықтайық, ортамызға мақ бұралған. Болмақтай ансамбль қошеметтеп шығарудан шығады. Тоғыз жастар бақытты болсын, әрбір шаңырақта, әрбір жанелі дәл осындай толығынан мән болуға алла нәсіп қылсын. Ансамбльді қошеметтеп сағайды. Алла разы болсын. Қадірлі жастар мен жайсаңдар, көркөздікте баршамызға жұмысты өсіп тілесек, енді білесіздер қазіргі таңда шынайы өздеріңізбенен жан-жағына көшіріліп қарайтын болсаңыздар, қаншама адамдар, яғни екі адамның басы қосып, шай беріп айтатын адамдардан кезіңдерді ағайын. Алла сақтасын деп дөңгілі. Ата-сабамызбен мен анамыз, өзің жүрегіне, өзің көңілі деген ең жақын, ет жақын, ағайын туыс бауырларда құда жұрттың басы қосып, алталастың басы қосып, керемет тойға келіп жатқан жайға ағайын. Немесе бүгінгі таңда алталастың басы қосып, елмен жұртты қуанышқа бөлеген ата-сабамызбен Дина анамызды қошеметтеп шақырып ортамызға бола ма? Рахмет. Қошеметке жауап болсын. Рахмет, алла разы болсын. Той иесі келе жатыр ағайындар. Ата-сабамызбен Дина анамызға қошеметтеріңіз болсын. Бүгін астында екеуі қосып тұрсыздар ма? Ал бірнәрсе келсін екеуіңіз екі жақта жүрсіздер. Той үстіндер күліп осылы жұттарып, алдында жүріңізді сіздерді таптай алып жатырмыз. Сіздерге қарап жұттар мәз болып жүреді, иншалла. Бүгінгі шағырақтарыңызда өреңдеріңізді толтырған дүгір толқынды болсын. Енді мынау қазақта айтып жатады ғой, адам мәңгіс жасамай, адам ұрпағымен мәңгіс жасайды деген. Иншалла Құдай қаласа, ұрпақтарыңыз көп болуды Алла нәсіп қылсын. Енді білесіздер ме, әрбір ата-ананың арманы қорсағына шыққан ұлы ұяға, қызыл қияға қондыру болса, бүгін сол арманның бірі орындалып, мақсатқа жетіп отырмыз ағайын. Мақсатқа жеткеніміз бүгін осы армастауымыздың арқасында екел бірігіп, төрт көзіміз түгел
қайғысыз болмаған жағдайымыз бар. Лайым құтты, баршамызға жұғысты болсын. Енді құдадан құдай болсар, үйірге бетін ұқтауға сөрген. Алла бүкіл жақсы болды. Әсібетіп төрт көзіміз тұрыл, алтасына төрді қосқан екен. Иншалла құтты болсын. Олай болса, бүгіне құдалардың көшін басынан келіп атқан, жақын құдамызбенен Гүлмира құдағиымызды елдің көпшіліктің тәтті қошеметтің өнімінен ортамыздан бейбіт етіп алып келу қолдан келе ма? Өзіңіз баратын болыңыздар ма? Кеттік ендеше. Ал қошеметтен құдалар разы! Gülmira Kılavizmeni şahsın
мектепте жалғанды жол көріп отырмыз. Енді айтып жатады ғой, адамды үш мекенге арқалап апарсақ та қарызыңнан құтылмайсың деген. Жұмақты кірді, ананың қабырғасында деп жатсақ, ер жетемес екенде балапаны, арайлап ата деген жаңа атаны, әркештеп аяланған мәпелеген қымбатқой ақжауапты аналарды балаған деген ендеше аялар тілеміз дейміз болса, әрде біздің Гүлмира құлағымыз қандай, өзі бір арайлап атқан ақтандай, біздің Гүлмира құлағымыз қандай, бүгінгі таңда құлағаны шығарып келіп, өзі бір үйге тұрған көйлек киіп алып келіп, өзі бір ұзатылатын қыздар, айта кететіндер қошеметтеңіз болса ғана. Қол болсын қарай. Керемет жүріп еміздеріңіз қабыл болсын. Енді ағайынның қасында бір алыс-беріс болса, құдамен құдағайды ысқып барыс деген, дәл осы алыс-беріс барыс келістеріңіз қалай өтіп алған нәсіп болсын. Ал ендеше бүгін бір ерекше қуанып өзінің үйленген адам секілді жүрген біздің анда-санда жасын бейгенен жалғаса, енді қорқынның қобалжып бірден ғой бүгін ағамыз бізге де қобалдыға бір қуаныштар. Иншалла қуаныштарыңыз мәңгілік болсын. Әрде бүгінгі таңда қожбан елі мақтаған, жүрегі алдын жақсарып, Атасынай адамның сөзіне үйдің үшін тоқтаған, ұлы қонған ұяға, қызы қонған қияға, қанша мақтау болса да, Атасынай адамызға зиян дегенде қошеметтеңіз болса да. Әрбіріміздің ата-анамыз қандай, тепсек темір үзген арнайы, осыдан қаншама жыл бұрын Динабай анамыз қалап еді. Дина анамыз төрт ұлды, бір қызы дүниеге алып келіп еді. Бүгінгі таңда бір баласын басын иге ұрып, өмірінде той жасаған Аббас ағамызға бір рахмет дегенде қошеметтеңіз болса ғана. Inşallah kelime dilekliğiniz olsun, değiştirme Allah'tan vermiş anlayız. Rabbi'den sabırlı, bizim dilekli Allah'ımızla yanımız, yine anamızga bana olsun. Dina anamız sıkmakta kelime bana olsun. Sizlerden kızlarınız yeni boşaktı kelime, inşallah çok tüketti. O bana anam olsun dedi. Rabbi'den yok olsun. Al bize de şahsa dilekliğinde bir girişim olan şartlarım. Çoğal Dina anamızla şahsa dilekliğinde şartlarında şurada oturması. Бүгін де осы сержетке өзімізде қалайғызық еңбекпен бір қолмен ақ бесікте кетсе, бір қолмен кеңірек тебеткен Динамыз әлемет еңбек жүріп жатыр еңіз орындарын табылса, дәл жасса, қалай жолға кезгереміз, күн сайын өргендеміз өзгереміз, бұл қыздардың бақылы үшін ғұмыр кешке құрметпенен, тәтті қошеметтің бөліменен Динамызға сөз береміз ендеше. Қойын болсын. İnşallah gerek değişik olacak diye sanıyoruz. Bir sürü adamlar şartlar versin inşallah. Şahslar vakit olsun da. Olmazlar yok olsun da. Burada iyi konuşmaktır Rahman. Allah Teala sizden tablolarınız belirleyin. Doktorlarda oturan yedikli duruşları çok riskli olarak nasıl olsa Reşitali masaların kıymetli var. Şey cumhurlar. Allah'ta belki sizden tablolarınızda belirleyin. Ve Allah'ta sizden tablo olmasın. Hayırlı sözlerde Hazreti Babam kolmasın. Şabatla tutsak, kurulasa yenilerinden çalmasın. Toylarınız toymasın. Şartlarınız olmasın. Vaxtlarınız nasıl inşallah ömürleriniz alıp alamazsın.
сіздер өз пәрмешілеген оңыздарыңызды мен бүгінгі көрінісі орнатуға шақырайын, сіздер қалдарыңызға қалдырайын, кереметті бүгінгі қуанышын есесіне сөз көрісі болайын. Сонымен осыда шейіндер дауы, екі жұмасы, сонымен ортамызға тәтті тақап алдық, жастардың махаббаты, тәтті болсын білесек, жосында сіздердің арнайы сессияға сессияның бірінші табыстарыңызды қосады ма? Бәрекелді. Ал ұрпақтарға, қаладырға, әдебі талайдарға сессиямамызды Гүлбек апаға бірінші біз табыстауға қатыспамыз. Біз табыстауға
Baik, terima kasih. Kau sadar dan ingin hasil berjasa ini berguna ayat khusus besi. Berut pasal berkat dari berkat Allah sekali kau muslim. Sebagai kimse İngiliz hastaları Cumhurbaşkanımız Özkan Mevlüt Şii'ne hoş şiir ortamımıza geçse ağalarda cebinde bir edebi bir geçişte kalayınasa adayın bu geçişte sen çıkartmaydı. İngiliz'in masalamatta Mevlüt sahtayın gibi geçişler hastalarımızın ağalarda Mevlüt olduğundan Allah nasip olsun. Hayır şiirde İngiliz'in kalanlık yediririz. Kilometre. Eğer bir değer ağaçların çekilmesi, İngilizce bazıları havadan beraber geçişler. Saçmasız kilometresi çabalarında bazı dolayısıyla altından çabalar düzenlendirildiği ilişkiler hemen karnası bekliyorsun. Ağır bir şey değil. Doğru olsun. İnşallah arkadaşın o altı teknik söz atmayız. Dostlar arkadaşın tavsiyeler. Kendi kafamda olmanı sağlayacaklar. İnşallah kardeşler almaz sımbırtacaklar. Bugün karşıda iyi olup sizlerin başlarına sağlıklı oldu. Arada sizler şükürlerken Washington'da babanın görmekte cazip ettiği ve bizde desteklediğimiz yıllara vakıfta olacak kelimet gelişi, güçlü spor kündür, acayip geçti, tamaşa tündür, kısıtlı vakıfla yanı vakıflı, akıbatlarınız benim ağabeyde Allah nasip etmeyi. Abi bu kadar kötü olmazsa, tatlı tarafı alıp, benim ağabeyimizde çocuklardan, destek olasılıkta tatlı tarafı alıp, birbirimize olsun giydirin, akıbatlarınız tatlı tarafı, tatlı olsun giydirin, bir olmak sağlayacak. Kızlar! Бүгінгі үстіңізді шыққыны. Ал қадірлердің жастарды жасады. Өмірдегі шаңғыра түсіп жасадауға ақ келіп есін қаңғыртса, есін ішіне жамада түсіп жас келіп, кім болып жатса, мазақта тұрған бақ. Мен бақ едім, үйге кіргіз қонақ болып кетейін десе, шаңғыра келіп. Түлкі бөлмеде атамен енен жатады. Белгі бөлмеде өзіміз жатамыз. Сізге орын жоқтық уақытты кіргізбей беріпті. Екінші күні мен солай дәулетке есін қаңғыртса, жаман газ келіп дәулетті де кіргізіп жіберген ұқсайын. Әрине мынау үшінші күні атамақ келіп қаңғырып есін қаңғыртса, жаман жас келіп есін ішін тағыда. Кім болып жатса, бастапта тұрған атамақ, мен атамақ едім, үйге кіргізіп қонақ болып келген десе, жаман газ келіп сөзі келмей, есігін ашып атамаққа төбет орын беріп жатса, оны 3 күннен бері бақылап жатқан атасымен иесі келіп айтыпты. Шырадым, сен дұрыс дедің, нағатыма орналған жерден, ақ пен дәулеттен өзгеріп орналап келеген. Иншалла бүгін бақша себепті болған, аймасы екі болып жатқан біздің жастарымыз, албастай сипаттарымыз, тұтыма жатысқан өмір биік ел болды, Алла мәңгіге нәсіп қылсын. Елбасы қазақта бір әдеп сөз бар, Аллаға бақыттар ес, бақыт ұзатылған қыз, байының қолдас тағатқа төлеген қызын мен есуеміз деген. Иншалла дәл осылай, сіз дәрі мәңгіге жоғалмайды, тату ел тұрды, Алла жасын деп білсек, Алла жасын тілегенге ортамызға тәтті тағамды алдыра шығарады. Кел ойыңыздар. Sierim, sierim, sırrı
болсын. Елдің, барша елдің сіздігі дәл осындай тәтті, тоқтай болсын деген тілекпен білдіріп жатырмыз. Иншалла, қысқа болма, осында бұйрықтарыңызды, ыдыстарыңызды берсеңіздер, жастар бірге қол ұстасып, әдемі тоқтап кесіп берсе, бүгінгі таңда осындай дәрежеге жеткізген ағаларымызға осы тәтті тағамнан рахметтеріңізді айтып, іштей алғыстарыңызды айтып, ауыз кеңестеріңізге берейміз бар. Ал келіңіздерші. Мен былай жазайын. Бірінші қатарда тұрған орында байлық деп алайық. Одан кейін тұрған тәтті тағамды бақыт деп алайық. Үшінші қатарда тұрған тәтті тағамды бала-шаға деп алайық. Ал ең астында тұрған үлкен тағамды, тәтті тағамды денсаулық деп алайық. Таңдау сіздерді қайсыдан бастайсыздар? Ал келіңіздер. Құшақтарыңыз. Айтысатын қыздар, қызметте жүрген. Мінекей, таңдау жіберді. Бала-шаға айтысы, таңдау өзіңді. Бала-шаға астын үстіне таңдауында үшінші. Ең астында тұрған денсаулық. Ал басында. Ол жастар денсаулықтан бастауында тағайда. Дені сау болса, бармайтын сөздерін тағайда. Ал күш-қуат берсін. Елдерге саулық бастарыңызға амандық берсін. Ешқашан ауырмаңыздар. Бай-бақытты өтіп болыңыздар. Барша елге үлгілі отбасы болыңыздар деп тілейік. Екінші рысқыларына және соған екіншісін салып береміз. Қызметте жүргеніңіздер де көріңіз. Ай, бәрекелді. Толық жетіңіздер. Ыдыстарыңыз сау болыңыздар. Ал енді Алмас бауырым көңілі қолға отырған әппақ шалдың сүйген мәлім жарығын осындай дәрежеге жеткізіп, сенің қолға қанаттарға беруге шақырып, өз қайратынан бастаса бірінші. Одан кейін ал сіз бүгінгі таңда сіздің мәңгілік ата-анаңыз болады, сіздің жаныңызда жеке бүйі болады, өзіңіздің қайратыңызға ағаңызға бастаңызшы. Ал сен өшіріп деймін!
шешім өздеріңізге біз жастарды ортаға шақырып, елдің жұрттың алдына шақырып, махаббат, айса шақырған жүйені отырмыз. Рұқсат па? Отырамыз ба сіздер? Дастархан төрде бірінші құлағдар жайғастырып алайық, Алла разы болсын. Құлақтарыңыздың әлемі болсын деп тілеймінші. Ал біз жастарды бүгінгі болмасында ортаға шығып, әдебиет махаббатын мәселелерін ал жастар. Мәңгілік болмасында. Бәрекелді, Алла разы болсын, бақытты болыңыздар. Не болыңыздар, қалайша қошеметтеп, дастархан төрден шығармасақ сіздерді. Дастархан төрде жайғасып бере салсаңыздар, ортамызға мың құралды, Думанби ансамбль қошеметтен шығармасаңыздар.